Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, әріптестер. Қазақтың әйгілі күйші композиторы, дирижер, дәулескер домбырашы, Қазақстанның халық артисі, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, КСРО-ның халық артисі, халық қаһарманы Нұрғиса Атабайұлы Тілендиевке 95 жыл толуына орай ғасыр сазын тербеген тақырыбындағы кітап көрмені ұсынамын. Туып өскен жер Алматы облысының Іле ауданына қарасты Шилігемер ауылы. Нұрғиса қазақтың музыкалық мәдениетіне композитор, дирижер, орындаушы ретінде өшпес із қалдырған суреткер. Ол 500-ден астам музыкалық төл туындылардың авторы. Өз елім сияқты ондаған әндердің халықтық бояуы нақышының қанықтығымен, өзіндік қолтаңбасының айқындығымен жұртшылықтың сүйіп тыңдайтын рухани қазынасына айналған. Мұның сыртында 40-тан астам пьесаға және 20-дан астам фильмге музыка жазған. Тілендиев тұңғыш рет қазақтың төл музыкасын төл аспабыменен оркестрлік үлгіде дамыту арқылы әрі қарай дамытудың тамаша үлгісін көрсетті. Өзінің барша қабілет дарынының халқының рухын асқақтатуға арнады. Бұл жолда ол халқымен етене тіл табысып, халқының сырласы да мұңдасы да бола алды. Мұның музыкасы баланың да, дананың да жүрегіне жол тауып, дүйім жұрттың рухани жан серігіне айналды. Ол атақ даңқты іздеген жоқ, атақ оны іздеді. Қазақстан композиторларының ішінде тұңғыш рет халық қаһарманы атағын алды. Топырақ бұйырған жері Жамбыл кесенесінің іргесі.